Қасыл ана ұлағатын ұстана отырып, білім мен тәжірибедегі анаға құрмет атты шығармашылық жұмысыңыз туралы әңгімелесеміз. Бұл жоба байқауы шеңберінен шығып, нағыз педагогикалық және рухани тәжірибеге айналған екен. Ендеше әңгімені бастасам. Рахмет сізге. Әрине бұл алдағы уақытта өткен менің жобам. Ол өз тәжірибемде ең жүрекке жылулық беретін бір жаңа бағыттың бірі болып табылады. Себебі бұл жоба арқылы анаға деген құрмет, ананың сезімін, үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты тәрбиелік бағытта жүргізетін болғандықтан осы іс-шарамды, жобамды жүзеге асырдым. Анар апай, сіздің жобаңыз ананың тұлғалық рөлін ерекше ашады. Осы идея қалай дүниеге келді? Бұл идеяның қалыптасуы жалпы Қасыл Қасқарбайқызының өміріне негізделген. Анамыздың өмірі келер ұрпаққа үлгі болып, адам тәрбиесін дәріптейді. Осы тәрбиемен ұстаздың парасаттылығын бірге дәріптей отырып, мен өз жобамда балаларға осы құндылықты жеткізуге тырыстым. Тамаша. Бұл бейне жобаңызда тек әдемі көріністер ғана емес, нақты тәрбиелік мақсаттар да бар. Әр тапсырма арқылы сіз оқушының неге баулып, қандай нәтижеге жеткіңіз келеді? Иә, дұрыс айтасыз. Бұл бейне жазбамда 5 видео бағытты мен көздедім. Ол соғыс жылдарындағы ана бейнесі арқылы біз баланы шыдамдылыққа тәрбиелей бастадық. Сол мақсатты көздедім. Ана мен бала арасындағы бейне жазбада сөз жылулығы, сыйластыққа деген бағытты көздедім. Сол бағытты көздедім. Еңбек пен өнер бейне жазбасында баланы еңбек сүйгіштілікке, шыдамдылыққа тәрбиелей бастадым. Сол бағытты көрсеткім келді. Ал ана аманаты деген интерактивті ойында баланың ана жүрегін қаншалықты сезінетін, анаға деген сыйластықты, үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты тәрбиелік мақсатта соны жеткізуге тырыстым. Менің ойымша, мен осы бағыттарды, осы тәрбиелік мақсаттарды жүзеге асырдым деп ойлаймын. Себебі әрбір иллюстрация арқылы, әрбір бейне жазба арқылы бала өзіне тәрбиелік түйін алды. Анар апай, сіз бұл жұмыста заманауи технологияларды кеңінен қолдандыңыз. Мұндай тәсілдердің тәрбиелік процеске қандай әсері болады деп ойлайсыз? Дұрыс айтасыз. Мен өз жұмысымда бұл жасанды интеллект құралдарын, цифрлық құралдарын біздің дәстүрлі өмірімізді заманауи тұрғыдан көрсеткім келді. Сонымен қатар ChatGPT, Canva, Padlet тақталары арқылы ол жай ғана техника емес, ол осы құндылықтарды жеткізу көпірі ретінде алдым. Сондықтан балалар осы тапсырмаларды орындау арқылы визуалды түрде, шығармашылық түрде өз ойларын жеткізіп, техникалық құралдар соған көмекші құрал ретінде болды. Менің ойымша, егер де техникалық құралдарды тиімді пайдаланса тәрбиеде, оның өз жетістіктері де болады. Ана аманаты әдісіңіз өте әсерлі, керемет шыққан. Бұл тапсырманың тәрбиелік әсері қандай болады? Және қалай байқалады? Бұл тапсырма мен үшін өте ерекше, мен бұл тапсырмадан өте ерекше сезімде болдым. Балалар алғашқы рет осы тапсырманы орындағанда, аналарына өз ойларын, шынайы сезімін білдіре бастағанда, ана мен саған көмектесемін, ана мен сені ренжітпеймін, ана мен саған қамқоршы боламын дегенде, балалардың көзінен жас шыққан кезде, кейбір балаларда сол кезде бұл тапсырманың қаншалықты әсерлі екенін мен аңғардым. Яғни, мен осы жерде балаларды өз сезімдерін шынайы болуға, өз сезімдерін жасырмауға тәрбиелік мақсатта соны көздедім. Яғни, сезімін аша білу, шынайылықпен айта білу және оны жеткізе білу. Ең бастысы
өз айтқан сөзінде тұру, о да бір тәрбие. Ризамын өмір сыйлаған үшін. Мен сізді жақсы көремін. Мам, сіз маған өмірді сыйлаңыз. Өте рахмет сізге. Барлығына рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Әрбір заман өзгерген сайын сыйластық, құрмет, қамқорлық деген сезімдер, бағыттар өзгермейді. Сондықтан ең бастысы сабағында, мұғалімнің сабағында ол ана жүрегімен сөйлеп, ана жүрегімен балаларға қарау. Мен әр сабағымда өткізген сайын осы сабағымды ұстаз жүрегімен емес, ана жүрегімен сөйлесіп, сол бағытты ұстанамын. Және жақсы, адал, адамгершілігі мол бала болуға бағыт беріп, соны тәрбиелеуді үгіттеймін. Тамаша, керемет. Ана құдіретін сезіндіру, ол деген үлкен игі іс. Жобаны дайындау барысында өзіңіз қандай кәсіби және рухани сабақ алдыңыз? Әрбір жобадан жалпы ұстаз өзіне бір түйін алады. Жасанды интеллект мені шығармашылыққа бағыттайтын болса, ал осы жерде, осы жобада мен ананың рухын көрдім, осы рухани байлық алдым осы жобада. Әрбір баланың көзінен анаға деген құрметті көру, ананың қадірін көрсету, соған жетелеу, о да мен үшін бір бақыт. Сондықтан осы жоба арқылы балаларға, алдыма келген балаларға анаға деген сезім, анаға деген құрмет, анаға деген қамқорлықты ұялату бір үлкен бір жетістік болды деп есептеймін. Ана менің сарқылмайтын бұлағым, ана менің таусылмайтын жыраным, ана сенің күлімдеген көзіңді түсімде де жиі көріп тұрамын деп. Осы бір балалық шақты жаттаған өлеңім есіме түсті. Анаға деген құрмет, ананың құдіретін сезіну, осы бір үлкен шығармашылық жолыңызда сізге толағай табыстар тілеймін. Анар апай, осы әңгімеңізге рахмет. Сіздің жұмысыңыз ұстаздық пен аналық мейірімнің үйлесімін көрсеткен тамаша мысал болды. Осы тыңдармандарға қандай жаңа үлгі, қандай тәрбиелік мәні бар жұмыстар, болашақта ұсыныстарыңыз қандай болады? Соны айтып берсеңіз. Біз білім ғана беріп қоймаймыз, біз болашақты қалыптастырамыз. Бала бойына үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты дән себеміз. Өйткені ұлттың күші ол ананың алақанында, ал ананың алақанын жылытатын ол ұстаздың жүрегі. Сондықтан біз ұстаздар осындай қасиеттерді бала бойына сіңіретін, ол бағыттайтын әрине ұстаз. Әрбір сабағында тәрбиелік мақсатты жүзеге асырса, болашағымыз жарқын болады деп есептеймін. Керемет, Анар апай, тәрбиелік мәні, рухани байлық себетін осы шығармашылығыңызда, еңбегіңізде тек қана жеміс тілейміз. Қазақ қоғамында ана тәрбие бастауы, ұлттың ұлылығын ұрпағына жеткізетін де ана. Мен ұстаз ретінде ананың аманатын жалғастырамын. Мен әр баладан адамгершілікті, ізетті, мейірімді адам көруге тырысамын. Себебі біздің болашағымыз мейірімді ұрпақта.